Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге көктемгі осындай балғын, свежий көкөністерменен тез дайын болатын салат дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Өз пікірлеріңізді ұнап жатса білдіріп кетіңіздер. Менің YouTube арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісемін. Ең алдымен барлық көкөністерімізді жуып тазалап аламыз. Қырыққабатымызды алып, ортасынан бөліп, төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, толық рецепті төмендегі описанияға жазып кеттім. 2 тарелке салат шығатын болады сіздерде. Қырыққабатымыздың жартысын пайдаландым мен. Сіздер үйдегі адам санына байланысты 2 еселеп жасай берсеңіздер болады. Сәбізімізді өткізіп аламыз. Мен жартысын ғана қостым. Сәбізі көп болғанын қаласаңыздар, барлығын өткізіп жіберсеңіздер болады. Енді қиярымызды турап аламыз. Арасын кесіп, ортасынан ай формасында турап аламыз. Ыдысымызға саламыз енді. Енді редискаларымызды турап аламыз. Ай тәріздес формада ортасын кесіп, шұқалап, барлығын турап аламыз. Дәрумендерге өте бай салат, күнделікті жасап жесеңіздер де болады. Ешқандай көкөністерді қайнатуды қажет етпейді. Өте оңай дайын болады, тез дайын болады. Бір тіс сарымсақты майдалап турап жібердім. Өте әдемі дәм береді салатымызға. Майымызды қыздырып аламыз. Кішкене пияз салып қойдым мен үстіне. Және көкөністерімізді тураймыз. Менде ас көк және көк пияз. Пияздарымызды кішкене үрлеу етіп турап алдым. Салатымыздың ішінде әдемі болып көрініп тұру үшін. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Менде қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Артық дәмдеуіш қоспадым. Қызып тұрған майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Міне осымен салатымыз дайын болды. Аз уақыттың ішінде. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, әп-әдемі салатымыз дайын болды. Қазақша контентті қолдап, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер комментарийге. Назарларыңызға көп рахмет. Ас болсын.